Алматы қаласына алғаш рет келіп жатқан екен, мен ештеңе білмеген екен, Тоқтар ағам өзінің жанына тартты мені. Мен бір шартым сол, көз алдында болсын деген. Тоқтар Серіков Қанат Үмбетовті қанатының астына алып шығармашылық жұмыстарды бірге атқарып, тіпті бір шаңырақтың астында тұрғаннан хабардармыз. Алайда соңғы кездері ұстазы шәкіртін үйінен қуып жіберді деген ақпарат желді есіп жүр. Қаншалықты рас? Құдай сақтасын, Тоқтар ағам мені ешқайда қуып жіберген жоқ. Керісінше маған Тоқтар ағам өзінің ақылын айтып, ойларын айтып, болашақ жоспарларды айтып, мені өзі шығарып салды. Кішкене жоқ, ол менің қасымда, оны бөлек шығаруға болмайды. Міне қызық, Үмбетов мырза, сонда Тоқтар аға баспаналы болғаныңызды білмей ме? Біледі, әрине біледі. Өтірік. Жеке бірақ тұрғызу мүмкін емес, оны жеке тұрғызбаймын. Тоқтар Серіковтың бұл сөзіне қарағанда әнші біраз сөгіс еститін көрінеді. Ал Қанат Алмалар мекендегі 3 бөлмелі пәтердің отанасы қашан табылады? Көреміз енді, егер ол табылып жатса өздеріңізге бірінші хабар береміз. Айқай 25-тің кейін кешіп жүрген жас әнші баспаналы болса да отбасылы болуға асықпайды. Өйткені өмірім енді басталды дейді. Әйтеуір бастысы қыдырамын деп жүріп бағыңызды жіберіп алмасаңыз болғаны.